Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жаңа форматтағы 1001 мақал 101 жұмбақ сайысының сценариймен таныстыру. Ең бірінші реттік нөмір таңдалып алынды. Ол үшін стоп-watch бағдарламасына жүгіндім. Бұл туралы сабақ жоғарыда түсірілген болатынды, сілтемесін қалдыратын боламын. Қарайық. 6-шы Б сыныбы таңдалды. Яғни бірінші болып 6-шы Б сыныбы, одан кейін келесі қайсы сынып таңдалды, сол сынып жауап береді дегендей. Әрі қарай. Бірінші айналым мақал сөздің көркі, кітапты жарнамалау. Талап қандай болды? Дайындыққа 5 минут, барлық топ мүшесі қатысуға міндеттелді. Кітап сатылып кететіндей жарнамалау қажет болды. Креативті болған абзал дедім. Қорғау уақытына 1 минутқа дейін берілді. Екінші айналым суреттегі әлем, бұл менің өзімнің авторлық дүнием, жасанды интеллект арқылы жасалған карточкаларды сөйлету керек болды. Бұл жайында арнайы сабақ түсіріледі. Осы сабақтан кейін міндетті түрде салатын боламын, көрсеңіздер болады. Талап әр топқа 10 суреттен беріледі. Дайындыққа 2 минут, қанша көп мақал айтса, соншалықты тиімді болды. Көрермендермен ойын жүргізілді. Мәселе мына сурет, еңбектің нан тәтті, жалқаудың жаны тәтті дегенді білдірді. Мына сурет, қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарсаны білдірді. Мына сурет, еңбек етсең ерінбей тояды, қарның тіленбейді білдірсе. Мына сурет, 5 саусақ бірдей емес. Мына сурет, туған жердің түтіні де ыстық. Мына сурет, жылы-жылы сөйлесең жыланды іннен шығады. Мына сурет, сұрақ көп, мақсат дөп деген сияқты. Үшінші айналым біздің жұмбақ. Әдетте тестей десең тиеді, тиме десең тимейді, бұл ерін деген сияқты қарапайым жұмбақтарды қоюмен шектелген болсақ, бұл жолы оқушылар өздері қимылмен жұмбақ құрастырды. Яғни мимика арқылы қандай да бір мақалды жасырды. Негізі мен оларға бір қандай да сөзді, затты жасыр деген болатынмын. Олар барлығы, яғни 10 топ қатысты ма, оны да мақалды жасырды. Оқушылар бірден тауып өз пікірлерін білдіріп жатты. Айтпақшы, мына суреттерді жасанды интеллект жасап берді маған. Оның қалай жасалатын жөнінде мен тағы да арнайы сабақ түсірген болатынмын. Осы сабақтың соңына сілтемесін қалдырамын. Яғни жасанды интеллект қиялыңыздан туған кез келген сөзден сурет салып береді деген сабақ болатынды. Төртінші айналым 1 минутта. Оқушылар 1 минуттың ішінде, яғни әр топтан бір оқушы қалаулары бойынша тоқтамай мақал айту керек. Бізде 1 минутта 31 мақал айтқан оқушы жеңімпаз атанды. Егер де осы сайыстың презентациясы қажет болса, телефон нөміріме хабарласыңыздар. Описанияға қалдырып кетемін. Лайк пен комментарий сіздерден болсын. Сау болыңыздар.